Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып 82-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөз құрамы туралы не білдім деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. 76-ші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда. Ең қымбат байлық. Яғни, бұл мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжайтын болсақ, мәтін өмірдегі ең қымбат байлық туралы болуы мүмкін. Ең қымбат байлық деп адам денсаулығын, отбасын, жақындарын айтуға болады. Сондықтан мәтін денсаулық, отбасы туралы болуы мүмкін деп болжай аламыз. Олай болса, мәтінді тыңдайық. Ертеде бір жалқау, о жаратқан ием-ай, жарық неге әкелген соң, дәулетті, шалқыған, бай етіп жаратсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киімге жарымай жүрген түрім мынау деп уайымдапты. Оның мұнын естіп қалған бір ақсақал, шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағанша алтын, күміс беремін дейді. Жігіт ашуланып екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңіздің керегі қанша дейді. Сонда ақсақал, ендеше адамның ең қымбат байлығы, денінің саулығы, сен сияқты 12 мүшесі түгел адам бай адам. Оны ешқандай алтынға айырбастап ала алмайсың деген екен. Қарамен жазылған сөздері бар, сөйлемді көшіріп жаз, сөздерді сөз құрамына қарай талдап, белгілермен сызып көрсет дейді. Яғни, мынандай сөз жазылған, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы деген. Осы жерде қарамен жазылған сөз адамның, түбірі адамның деген жалғау. Қымбат деген өзі түбір сөз, жалғау жалғанбаған. Байлығы дегенде түбірі байлық, жалғау болып тұр. Денінің түбірі ден, ін деген екі жалғаудан жасалып тұр. Саулығы түбірі саулық, деген жалғау. 77-ші жаттығу ойлан тап. Жібектің інісі суық тиіп ауырып қалды, қанша дәрі ішсе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. Сиқырлы дәрі тапсам ғой деп армандады. Дерек сөздерден ақпараттар іздеді. Сөйтіп інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа тағы да қандай ем қолдануға болатын дерек сөздерден іздеді. Жібек тапқан шипалы ем балалар жылы тұзды су деп ойлаймын. Себебі суық дегенде тамақты жылы сумен шайса, ауырсын азайып микробтар кетеді екен. Дәріден басқа қолдануға болатын түрлі емдер бар. Мысалы, бал қосылған жылы шай ішу, лимон қосылған жылы су ішу, жылы сүт ішу, мойныңды жылы ұстау, демалып жылы жерде болу деген секілді нәрселерді ұстануға болады. Сол кезде сен тезірек сауығасың. 78-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. 32 мықты қаз қатар болып шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Ол әрине біздің 32 тісіміз екен. Осы шешудегі сөзге қосымшаның бәрін жалға және дәлелде дейді. Яғни біз тіс деген сөзге тіске, тістер, тісті деген секілді жалғауларды, яғни қосымшаны жалғай алады екенбіз. Түбірі тіс, ке жалғау, тіс, тер жалғау, тіс түбірі ті жалғау. 79-ші жаттығу қанкөй теуіп жүріп, байқамай бір қызды қағып кеттің. Ол құлап қалды. Осындай жағдайда сен не істер едің? Кешір дейсің де кете бересің. Қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезініп тұрғанын және кешірім сұрайсың. Мен әдейі істеген жоқпын деп әрі қарай кете бересің. Енді осының ішінен дұрыс нұсқасы әрине кетіп қалу дұрыс емес. Балалар қыздың тұруына көмектесіп, оның өзін қалай сезінетінін сұрап, одан кешірім сұрау екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.